Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте дамды, әрі тез дайындалатын, көп затты қажет етпейтін бананды рулет дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керегі бір жұмыртқа, жарты банка қоюлатылған сүт, қопсытқыш, бір шай қасық және шымшым ванилин. Осылардың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және 3 ас қасық ұнымызды қосып, бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Дайын болған массамызды пергамент қағазына құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 8-10 минутта пісіріп аламыз. Коржымыз дайын. Енді сулы сүлгіні алып, жақсылап сығып алып, соған коржымызды аударамыз. Және 5-10 минутқа рулетімізді орап қоямыз. Енді крем дайындаймыз. Кремге мен қалған жарты банка қойылатылған сүтке комната температурасындағы сары майды қосып, жақсылап араластырып, рулетіміздің ортасына жағып шықтым. Және бананды қойып, бетіне жаңғақты майдалап сеуіп шықтым. Рулетімізді ораймыз және бетіне қалған кремді жағып әсемдейміз. Рулетіміз дайын болды. Ас болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жауап беремін.